Келесі біздің видео шолуымыз PowerPoint-қа арналады, яғни презентация. Презентацияны ашқан кезде біздің Word-тағыдай қайтадан егер көру керек болса, қайталап айтпай қойын. Word-ты қарап шықсаңыз, басында біз айттық, защищенный просмотр деген болады, оны қалай алып тастау керектігі жайлы. Ол үшін жай ғана файлға кіреміз. Ашқан кезде осылай болса, редактировать ете алмайсыз ештеңкені. Басылады, бірақ жазу жазылмайды, өшірілмейді. Оны редактировать ету үшін файлға кіреміз. Разрешить редактированиені басқан кезде бізде ашылды. Яғни главная, вставка, конструктор барлығы ашылды. Енді біз онымен жұмыс жасай аламыз деген сөз. Яғни редактировать ете аламыз. Ал бізде мінекей презентациялар дайын. Презентацияны ең бірінші панельдарына көз жүгірте кетейік. Тағы да файл, главная, вставка, конструктор, переход, анимация, слайд-шоу, рецензированияға өте қатты мән бермейміз. Вид. Содан керек кезде надстройкаға кіреміз. Осы біздің презентацияда жұмыс жасайтын, ең негізгі жұмыс жасайтын панельдарымыз. Файл әдеттегідей бізде сақтауға, сохранить как, печать, осыған жауап береді. Главное бізде копировать, вырезать, вставить, сосын макеттер, дайын макеттер. Макеттер дегенде бізде жаңағы сурет қайда тұрады, жазу қайда тұрады, заголовогі қайда тұрады, сондай макеттер бұлар. Дайын шаблондар емес, құр макеттер. Мысалға, мынау форматта, мысалы, мына жерде мінекей жазу тұратын болса, мына жерде суреттер, жаңағы диаграмма қоюға болады дейді. Сбросить, яғни просто жаңағы керек емес нәрселерді сброс жасайды. Мінекей макетті полностью сброс жасап тастады. Оны көп ешкім баспайды. Бұл жерде Word-тағы сияқты сол шрифтімен жұмыс. Шрифт таңдайсыздар, шрифт үлкейтесіздер, кішірейтесіздер, выделить етесіздер, бояйсыздар. Бір әріпті, бір сөзді бояйсыздар, екінші сөзді бояйсыздар, басқа түске деген сияқты. Осылай. Жирный, курсивный барлығы осы жерде көлеңке артына салады. Бұл жерде бір функция ғана артық, сол көлеңке салу артына. Өйткені бұл презентация ғой, әдемі көріну керек. Жирный бар, курсив, черкнутый. Бұның барлығын біз айттық. Нумерация, жаңағы макрос қою, оң жақтан маркер, то есть оң жақтан, сол жақтан по ширине барлығы түсінікті деп ойлаймын. Өйткені біз оны Word-та түсіндірген болатынбыз. Жаңадан сіздермен презентация жасайық, иә. Заголовок слайда және де подзаголовок слайда осы макетке байланысты таңдайсыз. Макет осыған байланысты. Макетте басқаша қойсақ болады. Заголовок слайда және де текст, не болмаса жаңағы сурет, тағы басқа нәрселер. Сіз алдын ала өзіңіз жоспарлап аласыз, қандай форматта презентация жүргізгелі жатырсыз. Егер бірдей формат болса, заголовок және де сурет, онда дайын макеттерден таңдап алған дұрыс. Егер екі сурет болса, мінекей заголовок, текст. Енді болады, кейде әркімде әртүрлі ғой, өйткені мысалға мен только заголовокты пайдаланам, екінші слайдым менің басқаша. Мен создать слайд деймін да, бұның макетін өзгерте саламын. Екіні выделить етем да, макет басқаша қоя салам. Яғни ол басқа макетке байланысты емес. Жұмыс барысы ыңғайлы болсын, жай ғана бір макетпен жобалап қойып алған дұрыс. Өшірейін. Бірінші макет, сонымен мен заголовок слайда пример презентация. Мен жылдам жазам, қателерді дұрыстап отырмай қояйын. Содан кейін мен мына жерге мысалы сурет қойғым келсе, не болмаса тағы бірдеңелер қойғым келсе, шрифтлардың түсініңіздер ғой, Word-та бар, мына шрифтін өзгертем, бояйым десеңіздер, барлығы осы жерде. Заливка, фигуры бар, мінекей. Артқы фонын өзгертетін. Бұның барлығы өте қарапайым функциялар, оны жұмыс процесінде істеу барысында таныссаңыздар болады. Содан кейін мен вставкаға келіп, рисунки қоятын болсам, рисункиді басам, мына жерден изображениеден кез келген бір өзіме қойғым келген изображение қоя салайын, мафия. Мінекей қойыла береді. Яғни кез келген жерге қойыла береді.
бұл простой макет. Ал егер мен заголовок және де суретті таңдасам, мына жерде мінекей мынандай рисунки деген бар. Осыдан рисункиді таңдай аламын. Міне ортасына. Мында қоям. Содан кейін тағы вставкаға кірем, тағы рисункиді қойсам болады, мафия. Бұны мен кішірейтем. Көріп отырсаңыздар, мінекей екі төртбұрыштар бар, мынандай кішірейтетін шрифт размерін. Не болмаса, мына жерден де кішірейтсем болады, мінекей. Мінекей кішірейіп жатыр. Ну, ең дұрысы әрине қолмен тез-тез кішірейте салған, иә. Оны өйтіп отырмай. Қиса да болады, обрезать. Мына шетке тартып кішкене қияйын. Интерді басасыздар. Қиылды. Сосын суретті редактировать етуге болады. Мысалы, мен мына суреттің үстінен бастым. Сол кезде манағы Wordта болды кішігірім, бірақ мұнда толығырақ. Удалить фон деген бар. Удалить фон арқылы мен мына керек емес фондарды, мана қалаларды удалить ете аламын. Для сохранения памяти ету үшін мінекей сызып сақтап қоюға болады бұлай. Мінекей сызған жерлерді алып қалып сақтап қалады. Ал қалған мынау күлгін түстілерді, мынау шрифтіні де алып қалайын, мысалы мафия деген, М А түгел белгіленіп кетті. Тіпті жақсы маған жұмыс. Мафия болды. Содан кейін сохранить изменения басам, удалить етілді. Яғни фонды өзін алып қалдық. Презентацияға өте жақсы программа, негізі фонды удалить ету. Не болмаса, фонды удалить ету үшін арнайы сайт бар. Мысалға, ол сайт барлығы презентацияға көп адам қолданады. Remove BG деген сайт. Remove BG-ға кіріп, удаление фона на изображениях-ты бассаңыз, өте память жоғары емес, кішігірім память, мысалы 1 мегабайт, 2 мегабайттықтарды тегін удалить етіп береді. Өте қиын фондарды да удалить етіп береді, ешқандай фотошоптың көмегінсіз, айта кетейік. Мысалға, мына фонды алайық. Мынау оригинал түрі бізде. Мынау оригинал түрі, мінекей оригинал түрі удаленный фон, міне. Автоматты түрде удалить етті. Скачать басамыз. Сақтайсыз, қай жерге сақтағыңыз келеді. Мен қайда сақтадым? Загрузкаға сақтадым. Енді қайт презентацияға ораламыз. Вставка, рисунки. Жаңағын загрузкиді сақтадым, мінекей. 5 минутта дайын болды біздің жаңа фонымыз. Удалить. Арғай размерін өзіңіз тарылтып аласыз, өзіңізге сай. Мен презентацияның астынан кіргізейін. Презентацияның астынан, мысалы, мінекей шекесі астына кіргізгім келеді, бетінде тұр. Ол жағдайда сіздер не істейсіздер? Презентацияның өзін басасыздар. Тышқанның оң жақ батырманысын басқаннан кейін, на передний план, на задний план деген, на передний план, на задний план деген пайда болады. Сол жерден жаңағы на задний планды таңдасаңыздар, мінекей артқа кіріп кетті. Мынаны мысалы алдында тұр, жазу алдыда тұру керек. Жазуды басамыз, на передний план көтереміз. Осылай мінекей. Фигуралар қойсақ болады, түрлі-түрлі жаңағы шеңбер, төртбұрыш, тура Wordтағы сияқты. Бұны қайталап көрсетпей қояйық. PowerPoint-тың өзінде значки деген арнайы әдемі жақсы бір дайын шаблондары бар. Ол үшін сізге компьютеріңізде интернет болуы керек. 2019 жылғы PowerPoint, мүмкін ескі PowerPoint-тарда бұндай мүмкіншіліктер жоқ. Сондықтан 2019 жылғы соңғы программаларды скачеттап алған тиімдірек болады. Мінекей смайликтер бар. Мысалға, мынау смайликті таңдайық, вставить. Смайлик қойылды. Бұны бояп тастасаңыздар да болады. Заливка рисунка, мысалы, сары, қызыл, сары смайлик мінекей. Осылай смайлик қойсаңыздар да болады. Вставка. Таблица қойға болады. Жаңа макет жасайық сіздермен қайтадан. Главныйға кіреміз, создать слайд басамыз. Екінші макет. Біз екінші макетке простойын таңдайық. Пустой слайд. Вставка таблицы. Таблицыдан өзіміз білеміз. Мінекей автоматты түрде қойылып жатыр. 4-3 қойайық, немесе
3-2 таблица мысалға. Үлкейтсек болады. Таблицаның мінекей автоматты түрде жаңағы мынандай конструктор макет деген пайда болады. Сол конструкторға кірсеңіздер, цветтері бар өзінің таңдайтын. Осы цветтерін өзіңіз таңдап таралтып аласыздар. Макет бар. Макетте жаңағы жазудың направлениесін дұрыстайсыздар. Ортасында тұру керек, төмен жазылу керек. Мысалға мінекей ортасына қойсам, орта, шеті, шекесі, ортасы, астыңғы жағы. Направление текста. Былай, повернуть, столбик. Қазақстан. Қазақстан деп, қазақша жазып. Направление текста мінекей. Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан. Бұл бізде таблица қою, сурет қою. Енді біз қазір келесі слайдқа, создать слайд, тағы да пустой болсын, музыка қояйық. Ол үшін вставкаға кіріп, аяқ жағында звук деген бар мінекей. Звукты бассақ, вставка аудиофайла мінекей. Аудиофайлы на компьютере. Не болмаса, записать звук деген бар. Біз аудиофайлы на компьютере алсақ болады. Изображение мысал. Музыка Алашұлы. Бәйге. Мінекей аудиофайл қойылды. Біз оны жүргізе аламыз. Мынау біздің мінекей мынау жүргізіп тұрған кішкентай ғана неміз. Бұл біздің аудиофайлымыз. Басқарамыз осылай. Осылай қойып қояйық. Енді сурет салайық, иә? Жақсы, әдемі көрініп тұру үшін. Вставка, рисунки. Фон. Кішірейтейік, кішкене. Ортаға салайық. Болды. Аудиофайл қосу үшін осылай қосамыз міне. Аудиофайлды редактировать ету үшін үстінен басамыз. Жалпы сол кезде бізде тағы да ең шетінде формат воспроизведения деген шығады. Форматты бассақ, форматқа кірсін. Неге? Қоршау, жаңағы оформление кетеді бізде жаңағы аудиофайлымыздың бар екендігін көрсету үшін. Не болмаса мүлдем обычныйға қоя салсаңыз болады. Содан кейін цвет, мынандай мінекей цветтер таңдасаңыз болады. Менің жағдайымда сұрап бола берсін. Содан кейін форматқа қайтадан кірейік. В принципе, бұл жерде тіпті бұны қоршап та етіп те керек емес. Сол қалай шықты, солай бола бергені дұрыс тұра берсін. Енді ештеңеге кедергі келтіріп жатқан жоқ қой. Воспроизведение. Громкость, средний, тихо. Содан кейін длительность, угасание жаңа ақырын шығып, ары қарай қатая беру. Ал нарастание, то есть угасание деген осылай сөйлеп тұрып, ақырын осылай басылып қалу. Менің ойымша, олда да бізге қатты керек емес. Монтаж звука. Кесетін жерін кесіп тастайсыздар жай ғана. Болады ғой, кейбір артық емес жерін кесіп тастау керек болады. Сол жерде мінекей осылай кесіп тастап, бір жақсы фразалар айтылады, не болмаса жақсы қызықты сөздер айтылады. Сол жер ғана керек болса, тыңдап отырып, сіздер кесіп тастайсыздар осылай мінекей. Окейді басасыздар, болды. Кішкене ғана шағын түрі ғана скачетталды. Қойылды. Воспроизведение. Біз жаңағы запускісіне тышқанды басқан кезде ойнататындай қылып қойсақ болады, не болмаса автоматически қойсақ болады. Автоматически дегеніміз, мына жерде үстінде көріп тұрса, показ слайдты осы жерден қарап отырсаңыздар болады, сіздер слайд қалай шығып жатқан туралы. Басқаннан кейін қара экранмен слайд жүргізіледі мінекей. Міне. Яғни естіп отырғандарыңыздай бұл
автоматты түрде ойнап жатыр, автоматический себебі мына слайдтен кейін автоматты түрде ойнайды. Не болмаса в последовательности щелчков деген бар, по щелчку деген бар мысалы, ол былай болады. Яғни автоматты түрде ойнады, қазір ойнамайды. Ол үшін мен не істеуім керек? Ол үшін мен мына жерге келіп өзім басуым керек. Және де басқа да түрі бар. Ол в последовательности щелчков деген. Яғни тышқанды басып, мынаны баспай емес, жаңағы біз екінші ретінде мынаны басып шығардық қой дауысын осылай. Ал үшінші жағдай жаңағы в последовательности деген олай емес. Үшінші жағдай былай болады. Яғни мен тышқанды басқан кезде ойнайды. Егер тышқанды баспасам ойнамайды, жай ғана. Міне презентация өзі ашылды. Тышқанды жаңағы екінші презентациядан кейін басқан кезде енді тағы бір рет бассам аудио ойнайды. Тұрып, содан кейін аудионы қосуға болады деген сөз. Бұл жерде мен жаңағы бүйтіп келіп, мынаны бүйтіп екінші варианттағыдай басқан жоқпын, жай ғана тышқанды басқан кезде ойнатылды. Ең жақсы вариант осы бізде. В последовательности щелчков. Аудио автоматическийға да қойса болады. Ол әрине сіздердің өздеріңіздің жасап жатқан презентацияңызға және де оны жасап жатқан стиліңізге, вариантыңызға байланысты қоясыздар. Өз еріктеріңіз. Конструктор. Вставкада сол таблицаны қойдық, рисунки қойдық, аудио қойдық. Енді біз видеоны қояйық. Қайтадан главныйға кіріп, создать слайдты басайық. Пустой слайд болсын. Вставка, видео. Біз видеоны компьютерден аламыз. Компьютерден видео. На видеоны алайықшы, фотошты. Артқы фонын өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. Аққа немесе қараға, иә. Ол үшін қазіргі жағдайда мысалы қараға қойғым келеді. Біз конструкторға кіреміз. Конструкторға кіріп, мынандай мінекей фондар бар неше түрлі. Мінекей қара фон бар, мынандай фон бар. Мен қара фонды таңдай салайын. Болды. Фоным менің қара. Яғни ол қазір алдағы уақытта конструкторға өткенде айтатын болған толығырақ. Мен жақсы әдемі көріну үшін формасын алдын ала өзгертіп тастадым. Сонымен бізде видео. Видеоның үстінен басамыз. Тағы да бізде формат воспроизведения пайда болады. Форматта бізде айтарлықтай ештеңе жоқ жаңа. Бұл жерде заставка қоюға болады. Видеоңызға изображение, мысалы, из файл компьютерден арыстанның суретін қояйық видеоның бетіне. Мінекей заставка, яғни видеоның ең басқа бетіне жазып қоюға болады, қызықты болу үшін, видеоны қарау үшін. Интернетте, ютубтарда кездеседі ғой заставкалар. Осылай мінекей заставка деген. Ары қарай ештеңесін қарап бір жерде өзгертетін бір ештеңе жоқ. Воспроизведениеға кірейік. Егер размерін сіз қолмен өзгертетін болсаңыз, ол созылып кетеді. Сондықтан бізде автоматты түрде өзінің размері тұрған жақсы. Қалай қойылды солай. Өйткені сіз созып тастасаңыз біртүрлі бастарсыз. Жалпақ болып кетеді былай. Не болмаса мына жағынан кішкентай болып қалуы мүмкін бүйтіп мінекей. Сондықтан автоматты түрдегі размері жақсы. Сонымен жалғастырайық. Воспроизведениеға кірейік. Воспроизведениеда ставить субтитр бар. Бізге ол қажет емес, өте ауыр жұмыс. Бізде манағы атқаратын жаңағы керектісі бұл жерде монтаж, керекті фрагментті қырқып алу үшін. Яғни сіз басқа программаға видеоны салып қырқып отырмайсыз. Осы жерде қырқып ала саласыз. Монтаж мысалы. Мен мысалы мынаның басы ұнамайды маған, иә. Мен бірден мына жерден күннің көзі ашылған жерден түсіріп алғым келеді. Аяқ жағында осылай қырқылай. Келесі этап сол жаңағы запуск. Музыкадағы сияқты. Не болмаса тышқанды басып жүгіртеміз, не болмаса мына жерге келіп жүгіртем, не болмаса автоматты түрде жүгіртем. Мен бұл жерде в последовательности щелчковты тағы таңдайын. Бұлай болады бізде. Біреу, екеу, үшеу. Мінекей тағы бассам, қазір аудиозапись жүреді. Төртінші щелчок. Бесінші щелчок. Слайд. Заставкасы, то есть
алтыншы шылчок видео ойнатады. Әдемі ғой бұлай? Әдемі. Автоматически қойсам да болады. Автоматически видеоға. Автоматически былай болады. Біреу, екеу, аудиозапись. Төртінші шылчок. Және де бесінші шылчок автоматически. Автоматты түрде ойнап жатыр. Презентацияда ең маңызды нәрселер осылар. Және де тағы да 19 жылғы PowerPoint-тарда бар, ескілерінде мен нақты айта алмаймын, тағы да қайталап айтам. Вставка запись экрана деген бар. Яғни бұл жерде біз мінекей запись жүргізе аламыз. Звукты қосып қоя аламыз, өшіріп тастай аламыз. Записать указатель, яғни тышқанның жүріп тұрған қойсақ та болады, алып тастасақ та болады. Мынаны алып тастасақ, мына біздің тышқанымыздың қазіргі мінекей жүріп жатқан жазылмайтын болады. Выбрать область жаңағы жазып алатын. Записать, звукты өшіріп тастайын, звукты қосайын, комментировать етіп отыру үшін не болмаса өшіріп тастайын. Записать. 3, 2, 1. Мінекей болды, запись жүріп жатыр. Мен звукты баспадым, глухой болып жатыр қазір. Яғни қазір PowerPoint-та өте жақсы дамыған. Запись жүріп жатыр. Енді одан шығу үшін не істеу керек? Мышканы, мінекей біздің жүріп тұрған мышканы қазір экранда запись жүріп жатыр ғой. Жоғары қарай көтересіз. Жоғарыға шекесіне мына веб-камера орналасқан жаққа қарай. Сол жерде бізде арнайы приостановить, пауза, стоп, звукты қосу, записать указательді алып тастау, мысалы записать указатель жоғалып кетті, қайтадан шығарып, тоқтатып тастау бар. Мінекей, запись жазылды, қосайық. Менде звук жоқ, өйткені мен звугын алып тастаған болатым. Содан кейін монтаждасаңыздар да болады бұны. Ана видео сияқты тура монтаждайсыздар, керек емес жерін алып тастайсыздар. Воспроизведение, монтаж, мана последовательность, тағы да тарылтасыздар. Мінекей, презентацияның түрлері. Келесі жаңа макет создавать етейік. Конструкторға көшейік. Конструктор, яғни біздің презентацияның дизайны. Бізде арнайы өзінің шаблондары бар. Примерный жаңа өз пайдалануға ұсынатын мінекей түрлі дайын әдемі шаблондар бар. Содан кейін тағы керек болса поиск темаға кіріп скачаттап алып интернеттен қоссаңыздар болады. Қазір мен сіздерге мысалға мына шаблонның, бір ғана шаблонның, мынау бізде қазір неше шаблон ұсынып тұрғаны? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 шаблон бар. 21 шаблонның тағы түстері де бар түрлі. Мысалы, половойды алатын болсақ, мына жерде мінекей ақ варианты бар. Мынандай вариант бар, ламинат. Мынандай қара вариант бар, мысалы. Өте көп. Оны өздеріңіз таңдап аласыздар. Енді маған қара фон ұнайды, өйткені мен мінекей қара фон тұра берсін. Енді біз конструктордан кейін переходқа көшеміз. Яғни переход дегеніміз слайдтың ашылу варианттары бірінші парақшадан екінші парақшаға. Мысалға, бізде қазір осындай ғана вариант оң жақтан сол жаққа қарай ашылып жатыр. Енді біз оны өзгертеміз. Бірінші әр түрлі шығып тұрған қаласаңыздар, егер бір вариант қана болмаса, мысалы мен бір вариантты ғана қоя аламын. Случайный деген мысал. Ол үшін мен барлығына бірдей қою үшін бірінші, екінші деген жерлерден Ctrl-A командасын бассам, барлығын выделить етеді. Барлығын выделить еткеннен кейін случайныйды басам. Енді просмотр жасаймыз. Мінекей. Былай жасасақ та болады просмотр, міне. Егер әртүрлі болғанын қаласаңыз, онда сіз былай істейсіз. Бірді басасыз, содан кейін фигураны таңдаймыз, көрсетіп, екіні басамыз, басқа вариант таңдаймыз, үшті басамыз, трансформер таңдайық, беске сыңа вариант таңдайық, былай.
алтыға басқа вариантқа таңдайық тағы да умнождалып қойған. Енді қараймыз. Әр қайсысында әртүрлі вариант. Мінекей. Осылай. Әр қайсысында әртүрлі вариантпенен звук та қойсаңыздар болады. Енді звуктар жаңағы ашылған парақшаға сай звуктар көрсетсе болады. Мысалға менде умнождалған қағаз сынған сынық болды ғой. Переход просмотрын қарайын. Иә. Мына жерде мысалға мінекей. Аплодисменты, барабан, ветер, взрыв мысалға сынған сыныққа кішкене кішігірім келеді да. Осылай жасасаңыздар болады. Хлыст мысалы умнождалған қағазға кішкене жақын келеді хлыст. Умнождалған қағазым қайда? Қамшы екен ғой хлыст деген. Умнождалған қағазға мысалы таңдасаңыздар болады звукты. Презентацияның өзі жаңағы ауысып тұрған эффектісі де жақсы болса тартымды болады. Енді анимацияға көшейік. Анимацияда біздер каждый қойған файлдарымызға қоямыз жеке-жеке. Яғни 1 сурет, 2 сурет, 3 сурет, 4 сурет. 4 файл дейікші, 4 материал. 4 материалға анимация қойсақ болады жеке-жеке. Мысалы, примерге мен мынандай қойғым келеді. Немесе мынандай. Міне. Фигура. Мұнда өте көп анимациялар. Құлайтын анимациялар. Мен бұған біріншісіне қоймай қойын. Біріншісіне мысалы мен қоймайым. Екіншісі тигрға мынаны қойайын. Үшіншісіне бұл жерде сіздер қалай қайсысына қойып отырасыздар, реттілігін сақтап отырады. Мынау яғни қоймағандықтан бұл тұрады осы жерде. Мынау бірінші болып шығады. Екінші сахнаға шығатын деген сияқты. Мынау шығады екінші, мына жерде мінекей белгісі болады 2 деген. Мынада 1 деп тұр. Мынау үшінші шығады. Мысалы бұған домалап келген жақсы, иә? Осылай. Мінекей. Бірінші, екінші, үшінші сахнаға шығады. Енді қараймыз презентация. Бұның барлығы мышкамен шығып отырады. 1 анимация ғой өйткені. 2 3 4. Біз тарылтқандай болды тура. Вращение да қоюға болады, иә, смайликке. Анимациялар осындай. Бұл жерде уақытқа, сосын жаңағы по щелчку тарылтасыздар. Бұл жерде по щелчку болғаны дұрыс негізі. Себебі бұл жерде барлық по щелчку болған дұрыс, сондықтан мен кеңес беретінім бұл жаққа мүлдем тиісіп керек емес, тек қана осылар анимацияны қоя білсеңіздер, рет-ретімен болды. Тексттарыңыз шашырап рет-ретімен шықпай, жаңағы бірінші текст, үшінші шығып, төртінші текст, алтыншы шыққаннан гөрі рет-ретімен асықпай қойып, жөнге келтіріп, жақсылап істеп қойсаңыздар, тартымды көрінеді. Келесі слайд-шоу. Слайд-шоу дегеніміз біздің жаңағы слайдты проекторге не болмаса жаңағы представление экран арқылы, скайп арқылы, зум арқылы басқа біреуге көрсету, иә. Бұл жерде біздер көбінесе сначала не болмаса с текущего слайда жалғастырамыз. Мысалға біз үшіншіден жалғастыратын болсақ, ютубтан с текущего слайда басамыз. Ал егер басынан бастап жасау керек болса, сначаланы бассаңыздар, жай ғана ойнай береді. Ал ең жылдам жолы презентацияны көрсетудің, жаңа қара полностью экранға мына маңдайындағыларды, сызбай қалды ғой, маңдайындағыларды, астындағыларын көрсетпес үшін ең жылдам жолы мынаны баса салу. Яғни мынаны басқаннан кейін начать басталып кетеді презентацияларыңыз, мінекей. Бұл жерде негізгі басқаратын команда осы екеуі, қалғандарын өте қатты көп ешкім пайдаланбайды. Тек қана жаңағы мониторға жіберетін кезде ғана
етпесе пайдаланбаса проекторге осы екеуімен ғана пайдаланасыздар. Ең жақсысы әрине мынау. Келесі рецензированиеден керек емес, бұл жерде ешқандай видқа көшеміз. Видта бізге сол Wordтағы секілді линейка ұсынылады. Режим структуру жаңағы просмотр жасау үшін варианттар мынандай мінекей. Қайтып артқа оралайық. Обычныйға. Бізге ең жақсысы обычный. Видта обычный тұра берсін. Соңғы линейка керек болса, линейка пайдаланыңыздар. Керек емес болса, алып тастаңыздар. Келесі бізде надстройки. Бұл жерде арнайы сізге программа керек. Camtasia деген. Қазір мысалы мен запись жүргізіп отырған программа. Мінекей Camtasia деген программа. Camtasia'ны егер қоссаңыздар, ол автоматически PowerPoint-қа орнатылады. Жаңа презентацияның записін жүргізгіңіз келсе, дайын экранмен осы слайдмен жүргізіп алып, видео қылып, онлайн сабақ не болмаса сала салғыңыз келсе, осыны пайдалансаңыз болады. Мінекей запись, микрофонды өшіріп тастау, веб-камераны қосу деген сияқты функциялар бұл жерде де бар. Мінекей өзінің Camtasia'ның және де PowerPoint-тың ұсынатын функциялары осы жерде бар. Бұл сіздерде болмауы мүмкін. Себебі Camtasia сізде программа жоқ болғандықтан ғана болмайды. PowerPoint-қа деген шолуымыз осы.